Annyeonghaseyo, сәлеметсіздер ме достар, каналға тағы да қош келдіңіздер. Алғашқы сабақты бастамас бұрын ең алдымен сіздерге мынандай сөз орамын айтқым келеді. Шижаги пан. Яғни кәсіліне отырған кезде бұл істің бастамасы, істің жартысы дегенді білдіреді. Ағылшынша айтатын болсақ, well begun, half done. Сіздің корей тілі туралы қандай да бір ақпаратты ізденіп, ютубқа жазып, осылай келіп видеоны қарап отырғандарыңыздың өзі үлкен жетістік деп білемін. Сол себепті сіздерге алда тілерім тек сәттілік және сіздерге барынша өзімнің алған білімімді барынша жеткізуге тырысамын. Және де өзімнің тәжірибеме қарай тілді үйрену кезінде қандай қиыншылықтар болды, қалай тез үйренуге болады, қалай тез сөйлеуге болады, қалай аударуға болады, соның барлығын қарастырып, сіздерге барынша ыңғайлы түрде жеткізуге тырысамын. Олай болса, сабақты корей жазу, яғни корей әліпбиінен бастағанымыз жөн болады. Кез келген тілді бастамас бұрын ол тілдің әліпбиін үйрену қажет. Әліпбиіне сөздер, одан сөз тіркестері, сөйлемдер және ары қарай жалпы тіл туралы үлкен көрініс бейне пайда болады. Корей жазуы корей халқы қолданатын әріпті буын жазу болып табылады. Ол Қытай иероглифтарынан шыққан. Қытай иероглифтарын корей сөздерін таңбалауға қолдану 6-8 ғасырларда бастау алған болатын. Ал қазіргі корей елінің қолданып жатқан алфавит жүйеге түскен бастапқы нұсқасы 1443 жылы жасалып, 1446 жылы ресми түрде қабылданған болатын. Корей елінің жазбасы хангыль деп аталады. Яғни тура аударған кезде хангук-кіл, хангыль, корей жазуы. Негізін қалаушы жаңа айтып кеткенімізде ұлы Седжун. Корей жазуының әліпбиінде 24 әріп бар. 14 дауыссыз, 10 дауысты әріп. Одан бөлек 40 дыбыс бар. Яғни дифтонг қосарланған дыбыстарды алған кезде барлығы жалпы 40 дыбыстан құралған. 14 дауыссыз дыбыс, 10 дауысты, 11 дифтонг, 5 қосарлы дауыссыз дыбыстар бар. Дауысты дыбыстарды құрастырған кезде аспан, суретте көріп тұрғандарыңыздай, аспан бір нүкте, жер, горизонталды тұрған сызықша және адам, тік тұрған, вертикалды тұрған сызықша кейпіне ұқсатып жасалған. Бірінші суретте тұрған ханыл, аспан дегенді білдіреді, таң, жер, үшінші сарым, адам. Ал дауыссыз дыбыстарды дыбыс шығару мүшелері кейпіне ұқсатып жасалған. Достар, сіздер әріптерден шатасып қалмау үшін арнайы былай кестеге жаздым, кестеден қарап жазып отыруларыңызды сұраймын. Өйткені кез келген ақпаратты бірге қосылып жазған кезде ол ми арқылы өтеді және есте тез жақсы сақталады. Бір рет жазған, сол нәрсені 7 рет оқығанмен бірдей. Достар, біз әріп үйренуді әліпбидің алғашқы әріптерінің бірі киок әрпінен бастаймыз. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, ең бірінші тұрған киок әрпі. Яғни қалай жазылады? Солдан оңға, жоғарыдан төмен. Оқылуы киок кәріс тілінде немесе қазақша к деп жазып қоямыз. Лесіп бірге жазып отырыңыздар. Солдан оңға, жоғарыдан төмен қалай жазылады? Солдан оңға, жоғарыдан төмен. Келесі әрпіміз ниын деп аталады. Яғни н әрпі. Киокқа қарама қарсы керісінше тұрған сияқты көрінеді. Жоғарыдан төмен, солдан оңға қарай жазамыз. Жоғарыдан төмен, солдан оңға. Келесі үшінші әрпіміз тигіт деп аталады. Мына қоршап отырғаным кәрісше оқылуы тигіт немесе т әрпі. Қалай жазылған? Ол да солдан оңға бір сызық төмен түседі, сосын тағы да бір сызық жазып көрсетемін. Оңға төмен түсеміз, тағы бір сызық. Оңға төмен қарай түсеміз, тағы да бір сызық. Жарайсыздар достар. Келесі әріп лил әрпі. Лил немесе л.
кейбір сөздің ортасында не болмаса басында келгеніне байланысты л әріпін кейде р деп те оқылады, бірақ корей тілінде р әрпінен басталатын сөз өте аз және кейде кездеспейді. Сол үшін лил деп оқиды корей тілінде. Қалай жазылған? Оңға қарай төмен таяқша түсіреміз. Тағы да таяқша. Осымен әріп осылай жазылады. Лил әрпі. Бірге қайталап жазып отырыңыздар. Бүгінге өтетін соңғы әрпіміз миым әрпі. Не болмаса м. М деп жазып қоямыз. Ол қадымғы төртбұрыш квадратқа ұқсап тұр, иә? Өте жақсы, басталмасы. Бір таяқ төменге түстіңіз, үшінші таяқ сосын оңға қарай. Төменге, оңға. Қадымғы төртбұрышты өте оп-оңай әріп. Қайтадан қайталап өтейік, олай болса, достар. Киок, к, ниын, на, тигіт, т, лил, л, миым, м әрпі. Олай болса, сіздерге есте тез сақтауларыңыз үшін және тез жазып үйренулеріңіз үшін кішігірім ғана тапсырма беремін. Соны дәптер арнайы дәптерлеріңізге жазғандарыңыз дұрыс болады. Яғни, менімен бірге былай бастайсыздар. Ең алдымен киок әрпін үйрендік, иә? Киок. Киокты осын дәптеріне жолдың соңына қарай толтырып жазып шығасыздар. Ол сіздерге жақсы жаттығу болады. Келесі ниын әрпінде жолдың соңына қарай толтырып жазып шығасыздар. Үшінші тигітті де жазасыздар, бірге қосылып. Содан кейін лил әрпінде қосылып жазып шығыңыздар. Миым. Жолдың соңына дейін жазып шығасыздар, достар. Мына әріптерді суретке түсіріп, не болмаса дәптерге көшіріп жазып алыңыздар. Бүгінге өтетін осы 5 әріп, бүгінгі сабаққа 5 әріпіміз жеткілікті. Осы әріптерді жаттап алыңыздар.